Жұмыртқаның сырты неге пайдалы? Жұмыртқа адамзат тарихындағы ең көне және ең маңызды тағамдардың бірі. Бүгінгі таңда дүние жүзінде жұмыртқа күнделікті тұтынатын өнімдердің қатарына жатады. Оның құрамында адам ағзасына қажет ақуыздар, майлар, дәрумендер, минералдар мол. Бірақ жұмыртқаның тек ішкі бөлігі ғана емес, сырты, яғни қабығы да аса құнды екені көпшілікке онша белгілі емес. Жұмыртқаның сырты бізге қарапайым, қатты әрі нәзік әктас қабатынан құралғандай көрінеді. Алайда оның ішінде табиғат жасаған ерекше құрылым мен бай химиялық құрам бар. Ғалымдардың айтуынша, жұмыртқа қабығы негізінен кальций карбонатынан тұрады. Бұл зат біздің сүйектеріміз бен тістерімізге өте қажет минерал. Сонымен қатар, жұмыртқа қабығының құрамында магний, фосфор, калий, темір және ағзаға пайдалы амин қышқылдар кездеседі. Көптеген халық медицинасында жұмыртқа қабығын дәрі ретінде пайдаланған. Қазақ халқында да оны ұнтақтап, асқазан ауруына, сүйек сынған кезде немесе балалардың денесін қатайту үшін қолданған дәстүр бар. Қазіргі заманда да медицина мен фармацевтика саласында жұмыртқа қабығы қайтадан зерттеліп, табиғи биоқоспа ретінде ұсынылып отыр. Бұл еңбекте біз жұмыртқаның сыртқы қабығының пайдасын жан-жақты қарастырамыз. Оның химиялық құрамынан бастап, денсаулыққа әсері, тұрмыстық қолданысы, қауіпсіздік шаралары мен ғылыми дәлелдеріне дейін толық баяндалатын болады. Жұмыртқа қабығының құрылымы. Жұмыртқа қабығы қарапайым көрінгенімен, оның күрделі микроскопиялық құрылымы бар. Ол бірнеше қабаттан тұрады. Әрқайсысының өзіндік қызметі болады. Негізге минералдық қабат, жұмыртқаның қабығы шамамен 95%-ға дейін кальций карбонат тұрады. Бұл табиғи минерал әктас немесе мәрмәр құрамындағы затқа ұқсайды. Бірақ, жұмыртқа қабығындағы кальций ерекше кристалды құрылымда орналасады, сондықтан ол адам ағзасына жеңіл сіңеді. Органикалық матрица. Қалған 3-4% органикалық ақуыздар мен мукополисахаридтер құрайды. Олар кальций кристалдарын біріктіріп ұстап тұрады және қабықтың серпімділігін қамтамасыз етеді. Жұмыртқа қабығының астында екі жұқа мөлдір мембрана орналасқан. Бұл мембраналар ақуыз бен сарысын бактериялардан қорғап, жұмыртқаның ұзақ сақталуына мүмкіндік береді. Тесіктер мен газ алмасу. Қабықтың бетінде микроскопиялық 117 мыңға дейін ұсақ тесіктер болады. Бұл тесіктер арқылы ауа мен ылғал алмасады. Ал микробтардан қорғау үшін табиғи ферменттер мен ақуыздар жұмыс істейді. Жұмыртқа қабығы табиғаттың ерекше биоминералы. Оның құрамында негізінен кальций карбонаты болғанымен, басқа да ондаған пайдалы элементтер мен органикалық заттар бар. Бұл құрам жұмыртқа қабығын қарапайым қалдық емес, адам ағзасына қажетті табиғи байлыққа айналдырады. Негізгі минерал кальций карбонаты. Жұмыртқа қабығының шамамен 90-98% кальций карбонатынан тұрады. Бұл минерал біздің ағзамыздағы сүйектер мен тістердің басты құрылыс материалы болып табылады. Кальцийдің рөлі сүйек пен тіс қаттылығын қалыптастырады. Бұлшықеттердің жиырылуын реттейді, жүрек ырғағын тұрақтандырады, қан ұю процесіне қатысады. Зерттеулер көрсеткендей, жұмыртқа қабығындағы кальций дәріханалардағы кальций таблеткаларына қарағанда ағзаға жеңіл әрі жақсы сіңеді. Себебі оның кристалды құрылымы табиғи және адам биологиясына үйлесімді. Магний жұмыртқа қабығы құрамында шамамен 5% магний бар. Фосфор, кремний, микроэлементтер, органикалық заттар. Жұмыртқа қабығы тек минералдардан тұрмайды. Оның 3-4% органикалық матрицаға жатады. Коллаген ақуыздар тері мен сүйек құрылысын жақсартады. Гликопротеиндер жасушалардың қалыпты жұмысын қолдайды. Амин қышқылдар ағзадағы ақуыз алмасуына қатысады. Бұл заттар кальцийдің жақсы сіңуіне көмектесіп, жұмыртқа қабығын табиғи биоқоспа етеді. Жұмыртқа қабығының химиялық құрамы өте бай. Негізгі бөлігі кальций, домпосбейфезні. Қалғаны магний, фосфор, микроэлементтер және органикалық ақуыздар. Осы құрамының арқасында жұмыртқа қабығы табиғи әрі қауіпсіз минерал көзі ретінде ерекше бағаланады. Жұмыртқаның қабығы табиғаттың адамға берген нағыз биологиялық дәріханасы. Оның құрамындағы кальций мен басқа да минералдар тек сүйекке ғана емес, бүкіл ағзаға кешенді пайда береді. Халық медицинасынан бастап қазіргі ғылыми зерттеулерге дейін жұмыртқа қабығының емдік қасиеттері кеңінен қарастырылған. Сүйек пен тіс саулығы, жұмыртқа қабығы сүйекке ең қажет табиғи кальций көзі. Остеопороздың алдын алады.
сынықтың тез бітуіне ықпал етеді. Тіс саулығын жақсартады. Ас қорыту жүйесіне пайдасы: жұмыртқа қабығы асқазан мен ішеккеде оң әсер етеді. Асқазан қышқылдығын қалыпқа келтіреді. Иммундық жүйеге әсері: жұмыртқа қабығында мырыш, селен, мыс секілді иммунитетке қажет элементтер бар. Жүрек қан тамыр жүйесіне пайдасы: жүрек бұлшықетінің жұмысына оң әсер етеді. Балаларға пайдасы: баланың ағзасы өсіп жетілу кезінде кальцийге аса мұқтаж. Қарттарға пайдасы: жұмыртқа қабығы сүйек массасын сақтайды, буын ауруларын жеңілдетеді, иммунитетті қолдайды. Тері, шаш, тырнаққа әсері: жұмыртқа қабығының құрамындағы кремний, мырыш және коллаген тәрізді ақуыздар сыртқы сұлулыққа да оң ықпал етеді. Қабынуға қарсы және антибактериалды қасиеті: жұмыртқа қабығының құрамындағы ақуыздық матрицада табиғи антимикробтық заттар бар. Жара жазылуына көмектеседі. Жұмыртқа қабығы адам ағзасына көп қырынан пайда әкелетін табиғи минералды ресурс. Ол сүйек пен тісті қатайтады, ас қорыту мен иммунитетті жақсартады, жүрекке, шаш пен теріге оң әсер береді. Балаларға да, қарттарға да пайдалы. Осы себепті жұмыртқа қабығы тек тағам қалдығы емес, нағыз табиғи дәрі деуге болады. Кальцийдің адам ағзасындағы рөлі: кальций адам ағзасындағы ең көп таралған минерал. Ересек адамның денесінде орта есеппен 1,7 кг кальций бар. Оның 99% сүйек пен тісте, ал қалған борозензі қан мен жұмсақ тіндерде орналасқан. Осы 1% кальцийдің өзі өмірлік маңызы бар процестерді атқарады. Жұмыртқа қабығы кальцийдің табиғи көзі ретінде ерекше бағаланады. Себебі оның құрылымы ағзамызға жақын әрі оңай сіңеді. Енді кальцийдің негізгі қызметтерін қарастырайық. Сүйек пен тістің басты құрылыс материалы. Кальций сүйектің беріктігі мен серпімділігін қамтамасыз етеді. Бұлшықет жұмысына әсері: жүйке жүйесі мен мидың жұмысы, қан айналымы мен жүрекке әсері, қан ию процесі, иммундық жүйеге әсері. Кальций тапшылығының белгілері: кальций жетіспесе, ағза әртүрлі ескерту белгілерін береді. Шаш пен тырнақтың сынғыштығы, тістердің тез бүлінуі, бұлшықет тірісуі, аяқ тартылуы, ұйқысыздық, ашушаңдық, балаларда өсу қарқынның төмендеуі, қарттарда сүйектің сынғыштығы. Жұмыртқа қабығындағы кальцийдің ерекшелігі: жұмыртқа қабығы кальцийдің ең табиғи және сіңімді түрін береді. Оның биожетімділігі 90%-ға дейін жетеді. Дәріханалық кальций қоспаларына қарағанда жоғары. Жұмыртқаның қабығын қолданудың дәстүрлі әдістері: жұмыртқа қабығын халық ертеден ақ тек қалдық ретінде қарастырмай, емдік әрі тұрмыстық мақсатта кеңінен пайдаланған. Әр халықтың тәжірибесінде жұмыртқа қабығын қолданудың өзіндік әдістері бар. Сүйек сынғанда, қабықты ұнтақтап, айран мен немесе қымызбен араластырып ішкізген. Балалардағы әлсіздік пен рахитке қарсы, қабық ұнтағын сүтке қосып берген. Тұрмыстық тазалықта, жұмыртқа қабығын күлге араластырып, қазан, ошақты ысқылаған. Ғылыми зерттеулер мен дәлелдер: жұмыртқа қабығы ғасырлар бойы халық медицинасында қолданылып келген табиғи өнім. Дегенмен қазіргі ғылымда оның пайдалы қасиеттерін нақты зерттеп, клиникалық тұрғыдан дәлелдеп отыр. Қауіпсіздік шаралары: шамадан тыс қолданбау. Кальций артық мөлшерде жиналса, бүйрекке тас түсуі мүмкін. Қорыта айтқанда, жұмыртқа қабығы табиғат сыйлаған әмбебап ресурс. Ол тек тағам ретінде ғана емес, денсаулықты нығайтуда, тұрмыста, ауыл шаруашылығында және сұлулық күтімінде қолдануға болатын пайдалы табиғи материал. Ең бастысы, дұрыс қолдана білу.